каналында бізде толық көрініс осылай болады, иә. Бізде әр бөлшектері, яғни әр картина бізде астында жеке беріледі. Мысалы, міне, бұда біз жазу жазамыз. Осыны осы жерге біз сурет добавить етеміз. Мына жерде жазу жазамыз деген сияқты. Енді осыны біз өзімізге сақтап алайық. Телефонның сол жақ төменгі шетінде жоғарыға қарай стрелка тұр, соны басып, міне, сіздерде орысша тұру керек, сохранить в фотопоток дегенге. Осылай сақтап аламыз. Біздің галереямызға түсті. Енді шығамыз да PicsArt программасына кіреміз. PicsArt программасымен шаблон жасаймыз, яғни. PicsArt программасының мүмкіншіліктері өте көп. Ортадағы плюс батырмасына басамыз. Соңғы шаблонымыз тұр, міне, осыны шаблонымызға баламыз. Осыны реклама шықса, закрыть деп шығып кетеміз. Енді осы біздің шаблонымызға өз суретімізді добавить етуіміз керек. Ол үшін міне астында функцияларды осылай жылжытыңыздар. PicsArt программасының осы жерде добавить фото деген бар, міне, доп фото. Осыған кіреміз, доп фото дегенге. Яғни біз бұл жерде қоюымыз келген суретті таңдап аламыз. Мысалы, мына фотоны таңдайық. Добавить оң жоғарда добавить 1 деген тұр жақшаның ішінде. Соған басамыз. Мінеки, енді фотоның размерін өзіміз келтіре береміз осылай. Вот, мінеки осылай келтірдік. Енді применить жоғары шеттегі применить дегенді басамыз. Бұдан кейін егер қаласаңыздар, осы жерден өздеріңізге әртүрлі эффекттер добавить етсеңіздер болады. Мысалы, мені осылай. Мен эффект қойғым кеп тұрған жоқ, маған оригинал фото ұнап тұр деген сияқты. PicsArt программасының негізі шұқылап отырсаңыздар, возможностьтары өте көп. Инструменттер бар, міне, неше түрлі обрезка жасаңыз болады, объекті, форманы кесіп алсаңыздар болады, яғни тек басты, немесе тек денені деген сияқты дисперсия жасасаңыздар болады, шашыратып, иә. Әртүрлі, мысалы, удалит объекттер, бірақ ол платный удалит объект. Бізге бұл керек емес, шаблон жасағанда бізге бұлар керек емес. Одан кейін, мына жақта стикерлер бар, текст, мына жерде осы PicsArt'тан текст жасаңыз болады. Мысалы, жұлдыз Ақболат деп жазсақ болады. Иә? Осылай басамыз. Одан кейін текстің жаңағыдай цветін таңдасақ болады, мені. Қызыл түсті деп. Одан кейін теңде таңдасақ болады, осылай әртүрлі шрифттің түрлеріне осылай таңдасақ болады, мені. Жұлдыз Ақболат деп. Бірақ мен жазуды бұл жақтан жазғым келіп тұрған жоқ. Мен PicsArt'тан тек қана осылай суретті қойып, далее деймін де галереяға сақтап аламын. Мен сіздерге қазір текст жазатын әдемі приложение көрсетемін. Сохранить етіп аламыз. Міне, бізге сақталды. Енді Snapseedқа кіреміз. Snapseedта бізде әдемі жазулар жазылады. Сурет қоймасаңыздар да жалпы. Міне. Ой, қазір плюсті басамда, жаңағы PicsArt'тан шыққан, міне. Осы жерден, мысалы, осындай сіздер таңдасаңыздар болады эффект, бірақ мен қаламаймын. Енді инструменті дегенге кіреміз. Осы жерде текст дегенге кіреміз. 2 рет басып текст жазамыз. Мысалы, жұлдыз Ақболат. Ок дейміз. Одан кейін астында 3 нәрсе тұр. Мына палитқа кіріп түсін таңдаймыз. Мысалы, мен қызыл түс таңдайын. Иә? Одан кейін ортасында бұл осылай тұрады. Мына жақтан жазудың түрлерін таңдаймыз. Міне шрифт осылай line L3, L4 деген сияқты. Мен мына лайнды таңдағым келіп тұр. Немесе мына лайнды. Одан кейін мына жақта мені қараңыздар, мынандай тексттер шығарсақ болады. Мінекей, жұлдыз Ақболат деп. Осылай, немесе былай деген сияқты. Осы жерден тексттің түрлерін таңдай бересіздер, міне. Осылай таңдай бересіздер. Осылай. Түсінікті ғой, иә? И сохранить етіп аласыздар өздеріңізге.